осындай еңбек енді бұл қыздікі, адал еңбек. Тік тұрып осылай істеу деген еңбек қой. Еңбекті бағалау керек. Біреудің еңбегін бағалаған кезде сіз бағалайтын адамдар көп келеді. Сіз біреудің еңбегін бағаламай, көрмеген кезде сіздің әрекетіңізді ешкім көрмейді. Өзіңіз не ойлайсыз сол болады. Бумеранг. Жизнь. Жизнь қалай? Жизнь. Чон, тілінен өзін таптады. Жизнь бумеранг. Бағасы қандай дейді? Вообще сен салонның бағалары қандай? Төмен ба, жоғары ма? Средний. Да? Бәріңізге қол жетімді. Бұрын өте төмен болатын, қазір қол жетімді. Жоғары емес, төмен емес. Әдемілеп жасап берем, күштілеп бояп берем. Менің бояйтындарым мегадағыда 100-ге 150-ге бояп тұр. Сөйтіп тұр, алдымен мегадарға барып қаншақтарға барып, мына шашты бояп бересіздер ма, қанша десем 150 мың мынау деген күшті бояуға дейді, өз жұмыстарымды көрсетемін ғой. Түптерге барып. Сол кезде бұл молодецсің деймін ғой, жарайсың. Қарапайым қазақта мықты өнер иесі бола алады, ой өзгерген кезде. Тіл білмеймін деген өтірік. Тіл білмей істедім ғой. Здравствуйте, сколько столой, мужской, женской деген түсінбейтін. Туалетке қарап тұратын ғой, молодцы деп, анау қыз деген қыз болмай ма, ұл деген ұл болмай ма деп тұратын ғой, е. Неге молодцы? Жігіт дегендегі жы екен деп ойлаған мен, ол бір кезде жігіт дегендегі жы деп. Женский қалай ғой. Ол жақтан сосын білмегеннен кейін шығатын адамды күтіп тұратын. Біліп алайыншы деп. Сосын жазып алатын. М деген басқа жы деген қыздар деп жазып алатын. Первый, второй дегенде түсінбейтін. Да, учить надо. Хорошо разговариваю, действительно. Да, я хорошо разговариваю. Закончили школу русским. Университет. Магистрант закончили русским школой. Шым деген сізге айтқым келеді, совет сұрап дейді. Жаным, әшейін елмен алыспашы. Сен қазір елмен алысып тұрсың. Елмен алыспа, сол кезде өміріңде ол адамдар жоқ болып кетеді. Сапар көріл жаным қайда? Сапар көріл жақын жерде тұрады. Саппо. Саппо неге келмейсің маған бері 2 сағат? Зачем скандал? Ты здесь не радиан. Почему быстрее не придешь? Зачем скандал? Саппо. Гүлзок, енді шықтың ба, қайдасың маған бері сен күттім. Қазір шыға берейік па, қосайын ба сені Гүлзок? Бағанан бері мына Гүлзок деген қызды бір эфир саған жасап сені жарнамалап берейінші жаным. Ішіндегі бөпең үшін деп. Содан уақыт жоқ болып кетті ғой. Содан уақыт жоқ, міне. Ой, жан, қайырлы кеш. Сағат қалай 8 болғанын білмей қалыппыз біз мына жерде бұлғын екеуміз. Қалайсыз? Сарнап отыр. Болып отырсыздар ғой, шаштарыңыз жасап. Ой, кеше енді осылай қалып негізі обещать еткем, кеше қонақ болып кетті. Оның ар күні бірдеңе болып кетті. Күнде бірдеңе болып жатыр. Ертең жол жүріп анау-мынау болғасын енді бүгін болу керек болып тұр еще. Нағызда бос емес. Сізді тыңдаймыз, көреміз сіздің пысықтығыңызға. Рахмет, Бұлбұл ханым, өте қуаныштымын. Өте мықты. 6-сына аяқ ауыр өзі. Неше ай болды? Қашан? Бұйырса оны күтіп отырмыз. Молодец. Аз қалды. Аман есен қол аяғың. Иә, альхамдулилля, соған жаңа жобаны жасап, жаңа жобаны бастап. Қайда ма, не істеп жатсың? Қытай соған бұйырса күніме дейін жаңа жобаны бастап, бір жоба бастап жатырмын. Соны реттеп тастап жатырмын, Алла қаласа. Оңай кәсіп деп жоба бастадым. Сол жобамен жүріп жатырмын қазір. Ой, молодец. Ол жақта не істейсіңдер? Мен 2023-те тек қана Пиндуда оқытымда Қытайда жүрдім ғой, білесіз ғой, 11 рет барып, сол жақта тек қана қытайлардың заводтарымен жұмыс жасап, тауар әкеліп, енді Алла қаласа сол қазақстандықтарға Қытайға заводқа тікелей шығуды онлайн үйреткелі жатырмын, Алла қаласа. Ух ты, первый раз в Казахстане. Өздері прямой шығып жұмыс жасайды. Енді бұрын 2023-те бізде хит болды ғой, алып бару, бизнес-тур деген сияқты. Услугасын алып, әрқайсысы эксперттер. Енді Алла қаласа кез келген адам өз үйінде отырып,
менің осы жаңа жобамнан кейін тікелей заводтармен жұмыс жасай алатын болады, иншаллах. О, керемет. Сонда заводтардың бүкіл нәрсесін беріп қоясың ғой, қалай бару керек, қалай сөйлесу керек. Негізі полный бірінші Poison деген сайтты үйретем. Ол оригинал тауарлар сататын сайтта. Пиндодаға қарағанда қымбатырақ жүреді, бірақ кәдімгі 90%-ға дейін әлемдік мировой брендтарды алатын сайт. Енді ғана Қазақстанға келіп жатыр да, сол қазақстандықтар енді оқып бастайды Алла қаласа. Сол сайтты үйретем. Одан кейін Alipay деген бар бізде. Көбіне Қытай сайттарымен оплата жасағанда осы Alipay арқылы оплата жасаймыз. Соған тіркелу, картаны толтыру, оплата жасау, сол жағын үйретем. Одан кейін WeChat. Біздер енді қазір бүкіл заводтармен, Қытайлармен сөйлесеміз, тек қана WeChat арқылы ғой. Сол WeChat-тан халық деген өздері заказ бере алады. Как барахолка сияқты тауарларын таңдап, бір штук болсын, оптым болсын, сол WeChat-ты үйретем. И плюс соған база поставщиков беремін. База поставщиков, который мен өзім 11 рет барғанда алып келген заводтардың тізімі. Ол жерде мысалы мынандай болады да, мысалы мен білмеймін ғой, қазір мен жобама келген адамдар біреу нәскимен айналысады, біреу игрушкамен айналысады деген сияқты. Сондай жандарға әртүрлі нишадағы заводтардың тізімі беріледі. Сол заводтарға тікелей WeChat арқылы шығуды үйретем, иншаллах. Ғажап, керемет. Сондай жоба жасап жатырмыз. Аллахтың қалауымен. Молодец, Гүлзок, өзі энергиясы толып тұрған, өзі пысық қыз. Мен постоянно айтамын ғой, мына адамның күні адаммен. Егер де жол таба алмай жатсаң, өзгерістің алдында тұрсаң, біреуге ілініп кету керек. Себебі жалғыз өзің жаңағы күшің жетпей қалады, мотивацияң 3 күнге жетеді да, 3 күннен кейін. Егошета не алдыңда бір адам соны жасап атса, маяк дейді ғой, мынандай бір теңіздің алдындағы көзіңге көлбеңдеп соны жасаса, біріншіден қазақтар бәйгені жақсы көреміз, біз байгавать етеміз. Неужели Гүлзок мен жасай алмаймын? Неге осы қазақтың 6 баласы бар, 5 баласы бар әйел мен жасамаймын деп атқа мінеміз, жарысамыз, сонымен жарып шығамыз. Орыс тілінде бола ма оқу дейді? Жоқ, Манчух ханым, бізде тек қана менде қазақ тілінде, осындай бір орысшаларым болады, зачем, почему деген. Басқаша орысшалар жоқ, барлығы қазақша түсіндіріледі ғой. Қазақ тілінде ғана сабақтардың барлығы. Одан кейін енді бана сабақтардың барлығы қазақ тілінде, қадағалаймыз 2 ай бойына, себебі қазір 0-ден бастайтындар да қорқады да, например, мен қазір қалып қойсам, мен ештеңе білмеймін ғой, мен үйде отырған адаммын, ол сайтты қалай меңгерем деген сияқты. Сол үшін кері байланысты біз 2 ай қылып қойдық. 2 ай кері байланыспен оқиды. Одан кейін мен айтқым келетіні, қазір енді заманда андай болып кетті ғой, бәрі тек миллион тауып, миллион салып, миллион алып деген сияқты. Ол да жақсы бір жағынан. Бірақ енді мен сияқты көп балалы аналардың ондайға күші жете бермейді. Күші дегенде қалай? Энергияң енді бәрібір мен мысалы бәрі ойбай Гүлзок сен күштісің дегенменде мен 6 балам болмаса, мысалы жастар болады ғой, бір 2-3 баласы бар. Мен оларға қызғам, неужели сендер жасамайсыңдар деп. Потому что бізде кішкене енді балаға көңіл бөліп қаламыз, үйдің іші тірлігімен уақыттың өтіп кеткен байқамай қаласың деген сияқты. Сөйтіп жүріп, Қытайда просто барып келіп, үлкен оборотқа шығып, үлкен заводтармен жұмыс жасап, Қазақстан түкпір-түкпірінен оптовиктер алып, былайша айтқанда енді бір қатты күш салдым демеймін, бірақ еңбектендім да. Сондай еңбектің артында қазір Аллаға шүкір жақсы жемісін 6 бизнес кәсіпті жүргізіп отырмыз. Сол сияқты қыздарға айтқым келеді, анандай қазір балам бар, басқа бар деген барлығы сылтауда. Үйінде отырып, осы 2 ай қадағалаумен осындай курстар оқып, өзің жайлап табысын тауып бастауыңа болады. Соответственно, бұл жерден завод деп атайтып тұрғаннан кейін масштабқа шыққым келеді, брендированный тауар шығарым келеді. Мен барахолкадан емес Қытаймен жұмыс жасағым келеді, тікелей десеңіздер, бұл үлкен мүмкіндік беретін курс болмақ иншалла. Өте керемет, Гүлзок. Негізі Қытай мен Турцияның айырмашылығы қандай екен? Жалпы Турцияда негізі текстиль қатты дамыған ғой. Текстиль қатты дамыған. Одан кейін бір разницасы мынандай дүниелерде болады, нюанстар, мысалы, который біз өзіміз білетін Турцияның әлемдік былай шығаратын несі бар, текстилі бар. Ол постельный белье шығаратыншы магазиндер бар, танымал, оны білесіз. Қазақстанға барлық жаққа жібереді Турция, а оның заводы Қытайда. Біз өзіміз сол заводқа барғанбыз, Made in Turkey деп шығарып жатыр постельдерді. Сондай
сияқты енді нюанстар болады Қытайдан. Сосын Қытайдан шығады әртүрлі брендтар, франциялық, итальяндық деген сияқты брендтар шығады. Сол үшін мен ойлаймын, Қытайдан алған кезде тауардың 3 түрлі несі бар, категориясы бар. A, B, C деп атылады. Ол жерде бір заводтан шамалы тауар да шығады, сапалы бірақ арзандау тауар да шығады, және люкс качестводағы, яғни бірге бір оригинал жасап жатқан тауарлар да шығады. Разницасы негізі тауарды алған кезде қарап алуға байланысты болады. Одан кейін бір минусы, бізде енді Турциямен өзім тұрдым ғой, сол жақта балалармен білесіз, келдім. Бізде доставка бойынша кішкене Турциядан $6 болса, қазір $7 уже. $7 болса, ол примерно бір 4000-дай. Ал Қытаймен доставканың уақыты 2500 теңге за килограмм. Сондай разницалары бар. Одан кейін бізде мысалы Турциядан өзіміздің брендімізбен тауар шығара алмаймыз ғой. Яғни просто не тауар бар, соны келіп сата аламыз да. Ал Қытайда сен кәдімгі мировой бүкіл TikTok, әлем, Қазақстан, бүкіл мемлекет сатып жатқан тауарларды әкеліп сата аласыздар да. Сондай разницасы бар. Қытайдың беріп тұрған мүмкіндігі өте көп. Біздің енді қазір бүкіл қолданып отқан тауарларымыз да барлық Қытайдан шығып жатыр ғой. Солардың кез келген әкеліп, сатып, өзің ең болмағанда мен айтам негізі қыздарға, үйде тұрған қыз келіншектерге көбіне хотя бы өзіңнің қажеттілігің үшін, ақшаңды экономдау үшін бұндай мүмкіндікті жібермей оқып алу керек деп. Ондай сайттарды, чтобы өзіңе бала-шағаңа бытовой техника алып отыру үшін. Қалай хабарласам, сізбен оқу қанша тұрады дейді. Оқудың ақысын айтқан кезде қазір енді барлығыңызға күлкілі болатын болар, себебі мен енді осы оқырмандармен бөлісіп жатырған менің алдағы әпкелерім, Алла разы болсын баршаңызға болсын деп жатырған. Бағасы 35.000 теңге қыздар. Бірақ мен бұл 35.000 теңгенің ішінде бір жыл бойына, енді Құралай ханымдар өздері біледі ғой, 11 рет барып келген бүкіл білім мен тәжірибемді салдым да. Аяғым ауыр болып, ең басында барғанда, мен 2020-тің басында токсикоз болып жүргенмін. Даже ең соңында, енді күнім жақындап қалды да, 7 айдан кейін ұшырмайды ғой бізді. Ұшырмайтын числоға жақындап қалғанда, даже декабрьде мен 3 рет барып келдім ғой Қытайға. 2 күн сайын, 3 күн сайын ұшып деген сияқты. Сөйтіп барып келген бүкіл білімім мен тәжірибемді салып жатырмын. Курстар онлайн өтеді. Одан кейін 2 ай қадағалап, полный оқытамыз Алла қаласа. Және де бұл жобада өзіміз 2 ай қадағалап оқытқанмен қоса, сабақтар онлайн тұрғыда түсіріліп қойған, полный түсіндіріліп. Мысалы, заводқа былай шығасың, печатпен осылай жасайсың, тауарды осылай таңдайсың деген сияқты. Одан кейін бұл осы сабаққа навсегда доступ болады бірінші потокқа. Себебі адам мысалы 1 ай, 2 ай жақсы қадағаласын, 3-ші айда тағы бір нәрсе керек болса, көрейін деп қарайтын уақыттар болатын болса, любой время қарап, ашып, пайдалана беретін болады да өздеріне. Сондай мүмкіндік беріп қойдық. Керемет, Гүлзат, осы сені танығалы бері постоянно новый проекттар, нәрсе жасап жүресің, күшті қайдан аласың? Қойшы осы моменттерде қалай қайта тұрасың? Менде болады, мен мысалы 2023-те вообще курс өткізбей кеттім да, шын айтқанда. Пиндудоны оқыттым, 2,5 адамға тоже осылай айттым, жеңілдікпен оқытам деген сияқты. Сөйтіп адам жинадым да, содан кейін өткізбей қойдым. Себебі курс өткізбей қойған себебі, мен Қытайда жүрдім, анда жүрдім, мында жүрдім, оны бүйтіп сататын уақытымда болған жоқ, шын айтқанда. Одан кейін тек қана мына тауарқа кіріп кеттім да, каргоға тауар келеді, оптовиктер алдым, біреуге паровой утюгтер әкеп бердік, біреуге бижутерия әкеп бердік, біреуге посуда әкеп бердік. Сөйтіп жүргенде үлкен оборотқа кіріп кеттік Аллахтың қалауымен. Сосын ойладым енді қазір осы мен қалай, қазақта айтады ғой, ашта жеген қиқаң тоқтам ұтпа деп, себебі кезінде мен аш болып қиқа жеген жоқпын, бірақ когда-то мен нөлден бастадым ғой, үйде отырып біреу маған көмектессе екен деген сияқты. Сол сияқты адамдар көп жазып бастады маған. Гүлзу ханым, Қытайға барғым келеді. Гүлзу ханым, мен осындай заказ бергім келеді. Мен услугыңыз қанша болады? 3 миллион, 5 миллионға осындай тур жасамайсыз ба деген сияқты. Именно рилстарым бар, сіздің оқырмандарыңыз мені танымаса қарап көрсе болады. Бүйтіп айтады да, неге сіз Қытайға бармаңдар деп айтасыз деп айтады. Себебі біздің қазақта бір минусы бар негізінде ше. Көзсіз тәуекел дегенге барады. 3 миллион, 5 миллион алып кредит алып Қытайға шауып барады да, енді ол ана Қытайдан заводтан товар алатын ақшасы болмайды.
болмаса ол тауарды кімге сатады, аудиториясы болмайды. Сондай бір минустарды көргеннен кейін жаным ашып бастады да, шынын айтқанда. Одан кейін ойландым, не істесем болады, енді мен қалай көмектесе аламын деген сияқты. Содан кейін осы жобаны ойлап шығардым. Оңай кәсіп деп атын қойып қойдым еще. Андай нөлден бастайтындар да оңай бастап кетсін деген сияқты. Одан кейін Қытай сайттарын меңгерген, уже каргосы бар, логистик компаниясы бар адамдар болса, олар обязательно оқу керек та. Неге? Себебі арғалата жаңа деңгейге шығу керек уже. Мына 2024-те ертең хит болады, айтпады демеңіздер, қыздар. Poison деген сайт, WeChatқа қосылу, заводқа шығу деген дүниелер хит болады да, бәрібір оқу керек боласыздар. Ал енді қазір біз соның барлығын мен өзім оңай кәсіп деп атын қойып, 35 мың теңгеге оқытып жатырмын, 2 ай бойы қадағалап. Жоқ, сен мына жерге вопросникқа жаза аласың ба? Қазір бәрі сұрап жатыр, қай жаққа хабарласу керек деп. Былай жасақ та, Құралай ханым, сізде қазір бір уақытыңыз тығыз ғой. Сол тығыз уақытта алып үлгерген жандарға мен жеңілдік берейін. Себебі олармен танымауы мүмкін, болмаса бір нөлден бір нәрсе бастауы мүмкін, бірақ страх болуы мүмкін да, 35 мың теңге салып вдруг шығара алмай қалсам, алданып қалсам, тағы бір нәрсе деген сияқты да. Сол сенім артып, осы азғантай уақыттың ішінде төлем жасаған жандарға мен жеңілдік берейін. Сосын бастапқы сумма қанша деп жатыр Құралай ханым? Бүгін эфирде қазір төлем жасаған қыздарға плюс мен оптым чатыма тегін қосайын. 2023-та біз оптым чатты саттық 350 мың теңгеден. Ол чатқа біз өзіміз Қытайдан келген тауарларды саламыз да, Алматыдағы складымызға кеп қоямыз. Алматыдағы складтан адамдар өздері бір штук болса да оптым бағада алып сата беретін болады. Яғни қыздар мысалы қазір жеңілдікпен курс алсаңыздар, сіздер курс оқи алмаймын, мен жасай алмаймын, сайтпен заказ бере алмаймын, болмаса алданып қаламын деп қорықсаңыздар, біздің дайын тұрған тауарларды Алматыдағы просто фото, видеосын статус сторисіңе қойып ақ, жақсы табыс таба аласыздар. 0 теңгемен, яғни ешқандай ақша салмайсыз вложение. Тауар өткеннен кейін ғана бізге төлейсіздер. Мені қосыңызшы, я жазыңыз чатыңызды дейді. Давайте қазір мен онда жазып қояйын да. Так. Тек қана тікелей эфирде жеңілдік берейін. Қыздарға бола ма дейді. Ол қыздарға қарамайды, я. Бизнес деген ондайға бөлінмейді ғой. Так. Дәл қазір жеңілдікпен 57% жеңілдікпен 15 мың теңге мүмкіндік берейін Құралай ханым. Рет рассрочкамен де осы номермен ала берсін, осы бағамен ала берсін оқырмандарыңыз. Және оптым чатқа да тегін қосатын боламыз. 37 қанша дедің? 57% жеңілдік. Сонда неше болады? 15 мың теңге болады. Ой, қазір мен осы эфирде отырған оқырмандарға 15 мың теңге болады екен. Не істеймін, ақша табам ба, заводқа шыққым келеді, кәсіпкер болғым келеді деген жандар болса, как раз осы сабаққа қосылып үлгеруге кеңес берем. Вау, дейді. Сен номер жазып қойдың ба? Қазір жазып жатырмын. Так, голдқа ақшаны жібергеннен кейін чекті менеджерге жібересіздер, я? Чек жіберетін менеджер бөлек, соны түсіндіре кетейін. Вопросыға салып қойсаңыз негізі жақсы болады да, чтобы адамдардың барлығы көріп тұрады ау деп ойлаймын. Көріңізші, жазып жібердім. Вопросыға қалай саламын? Мен жазып жібердім, соны бетіп қоя салсаңыз болады. Прикрепить етіп. Аха. Құрметті қыз-келіншектер, оқырмандар, Құралай ханымның мына жерде Каспий Голд жазылып тұр 776 051 86 02 Гүлжанат Қадегенге Каспий Голдқа 15 мың теңге саласыздар. Және чекті 778 386 681 деген номерге жібересіздер, я? Егер сіздерге рет, рассрочка керек болса, сразу WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, сол 15 мыңмен аласыздар. Так, одан кейін, қайырлы білім болсын, мен алдым дейді, молодец. Тағы бір түсіндіріп кетейін, бұл 15 мың теңгеге не келеді қыздар? Осы 35 мың теңгеге қазір жасап отырған жаңа жобаны толық ала аласыздар. Poison деген оригинал сайтта Пендолодан бірақ қымбаттау жүреді. Пендолодан қымбат, но лабораториядан өтілген кәдімгі сапалы тауарларды ғана аласыздар. Poison деген сайт. Alipay'ге оплата жасау, Alipay'ге картаны тіркеу, және Alipay'дің балансын толтыру үйретіледі.
Одан бөлек WeChat үйретеміз. WeChat деген ол Қытайдың мессенджері. Былайша айтқанда WhatsApp сияқты ғой, Қытайдың WhatsApp-ы. Бүкіл біздің қазір миллиондаған обороттарымыздың барлығы WeChat арқылы жүріп жатыр да. Сол WeChat-тан заказ беру, WeChat-тан тауарды таңдау, WeChat-тан оплата жасауды үйретеміз. Плюс өзімнің барып келген 11 рет барған кезде алған база поставщиковтарды берем. Бана сұрап жатыр, бытовой техника бар ма деп. Ол жерде сантехника, посуда, игрушка, носки бәрі бар. Әркім өзіне керекті заводынан шығатын болады да. Қалай шығу керектігін үйретеміз. 100-ден астам поставщик бар, ол жерде әрқайсысы кез келген өзінің нишасын алатын болады. Одан кейін қыздар Pinduoduo деген курсты тегін береміз. Басым жуып келейін. Асықпай айта бер, парикмахерский бетін кешірім сұраймын. Гүлзоққа таныстырып өтейін. Танымайтын оқырмандар, Гүлзоққа өзім ана жолы Алматыда уәде беріп едім. Гүлзоқ аяғы ауыр 6-шы баласына Қытаймен бизнес жасайды. Бұрын Стамбулда 2 жыл тұрған. Айс Маратова сияқты болып кетпесін дейді. Сіздерден ақша алмайды, бұл сабақ үйретеді. Түсіндіріп жіберші соны. Давайте. Құрметті оқырмандар, жаңа жоба бұл деген, оңай кәсіп деген жоба. Сізге түсіндіре берейін. Ой. Қосылып алыңыздар, барлығыңызға артықтық етпейді. Шашпен айналысатындар, қаспен айналысатындар, барлығыңыз группаға қалай қосылам дейді. Қыздар, оптым группаға қосылу үшін бұл жобаны алу міндетті. Жобаға тек қана қазір жеңілдікпен 15 000-мен жазыла аласыздар. Негізі біз 35 000-нан сатып жатырық, бана қыздар жазып жатыр ғой, біздер 35 000-нан алдық деп. Барлығы бір сабақ, 35 000-лықта осы сабақ, 15 000-лықта осы сабақ. Просто қазір бізде эфирдің уақыты Құралай ханым тығыз, бір жарты сағаттан шығып кетуі мүмкін. Сол кезде жеңілдікпен алып үлгерген жандар. Яғни мен танымау мүмкін, бана алданып қалам ба деп қорқуы мүмкін, табы нәрсе деген сияқты страх болады. Но все-таки адам тәуекел жасап келгеннен кейін мен осындай жеңілдікті беріп отырмын. Сұрақтарыңыз болса қойып, барып қосылсаңыздар болады. Бұл 15 000 теңгеге ертең салайыншы голдта болмай тұр дейді. Балғын ханым, қазір бронь жасап қойыңыз, ертең сонда осы жеңілдікпен аласыз. Ал қазір эфирде бронь жасамасаңыздар, эфирде оплата жасамасаңыздар, қыздар ертең 35 000 теңгеге аласыздар. Ренжімеңіздер, себебі мана қыздар жазды ғой, біздер 35 000-ға алдық қой деген сияқты. Барлық 35 000-ға алып жатыр. Но бұл 35 000 теңгеден де өте құнды білім, қыздар. Мен өзім білем ғой, енді 11 рет Қытайға барып келген бүкіл тәжірибе мен білімім. Ол жерде мен қаншама ақша құрттым, қаншама энергия құрттым, уақытымды құрттым, денсаулығымды құрттым деген сияқты. Товар бар заң жүзінде келе ма дейді. Қыздар, товарды әкелу Қазақстанға қазір оңай емес. Біздер өзіміздің логистик компаниямызбен әкеліп отырмыз. Поэтому товарым болмай қалама, келмей қалама деп қорықпайсыздар. Өзіміздің каргодан адрес беретін боламыз. Оптым чатта қандай товар, документ бар ма? Документ жоқ, себебі неге? Қытайлар кез келген тауарға документ бере бермейді. Егер сіз заводтан тікелей тауар алып біздің карго арқылы шығарсаңыздар, біздер сол тауарға 5 000 тонна ма, 10 000 тонна ма инвойс барлығын береміз қолдарыңызға. Тауардың чтобы официально кіргендігін дәлелдейтін. Ал енді, который сіздер сайтта алып отырған 1000 теңге, 2000 теңгенің затына ешкім сіздерге документ бермейді. Қай курс туралы айтып жатыр, соңғы курс па, бронь жасап чекті кімге жібереміз? Гүлжанат Қ дегенге Каспи Голдқа ақша салайсыздар, жеңілдікпен алу үшін бронь жасасаңыздар болады. Рет рассрочкамен сол 15 000 теңге, ал чекті 778 386 681 дегенге WhatsApp-қа жібересіздер. 10 000 бола ма дейді. 10 000-мен бронь жасаңыз, сосын доплата жасай аласыз. Жалпы қыздар, осы 35 000 теңгеге не кіретінін түсіндірейін. Мысалы, қазір жеңілдікпен үлгермесеңіздер, ертең алуларыңыз мүмкін. Бірақ ол 35 000 теңге екен деп ертең алмай қалмаңыздар. Бәрібір алуға кеңес берем. Енді бекер шығып атқан жоқ, Құралай ханым да бұл мүмкіндікті бекер беріп отырған жоқ оқырмандарына. Бәрібір Алланың қалауымен ғой. Бұл жерде мен Poison деген сіздерге оригинал сайтты үйретем. Ол 2024 жылы хит болады. Әлі ешкім үйреткен жоқ. Сол себепті қазір 0-ден бастайтындарыңыз болса, кері байланыста боласыз ба? Мен чатта отырам, бірақ менің кураторларым болады кері байланыста, қыздар. Оборотқа шығып кеткенше қасыңызда жүрмеймін, 15 000 теңге төлеген үшін ренжімеңіз. Кішкене толық тыңдап алсаңыздар, содан кейін барып сұрақтарыңызды қоясыздар. Айтады ғой енді қазақта,
арық беріп семіз шық дейді. Сол себепті мына 35 мың теңгелік білімнің ішінде өте көп ақпараттар бар екен жеткізгім келіп жатыр. Соны бірінші тыңдап алсаңыздар. Біріншіден, Poison деген оригинал сайт, бұл ешкім әлі оқытқан жоқ, Қазақстанға енді келіп жатыр. Бұл жобамның атын мен оңай кәсіп деп қойдым, себебі сіздер оңай кәсіп бастап кете аласыздар иншаллах. Poison деген сайттан тауарды алу, сіздерге жеткізу барлығы үйретілетін болады. Ол енді оригинал сайт болғаннан кейін Pinduodo'ға қарағанда кішкене қымбатырақ болады. Бұны түсіндіріп айтып жатырмын, иә, барлығын. Ертең келіп, ойбай, Poison деген сайттың сен қымбат қой деп отырмас үшін. Одан бөлек біздер Pinduodo курсын тегін береміз. Яғни, маған арзаны керек, лишбі десеңіздер, Pinduodo курсынан ала бересіздер. Одан кейін WeChat'ты үйретеміз. WeChat дегеніміз Қытайдың мессенджері. Яғни Қытайдың барахолкасы деп айтсақ болады. Бүкіл біздің миллиондаған обороттарымыз, заводтар бәрі WeChat арқылы жүріп жатыр. Сол WeChatпен қалай тауар таңдау, қалай сөйлесу, қалай оплата жасау барлығын үйретеміз. Плюс Alipay. Alipay'дің картасын ашу, тіркелу, балансын толтыру барлығын үйретеміз, иә? Ол Alipay'мен сіз WeChatқа оплата жасайсыз, ал Poison'да картамен оплата жасай беретін боласыздар. Ешқайсысына загранпаспорт керек емес, ешқандай қорықпасаңыздар болады. Одан бөлек еще мен осы WeChat'ты үйреткеннен кейін база поставщиков берем. База поставщиков дегеніміз не? Мен мысалы өзім Қытайға 11 рет бардым да, сенімді заводтардың тізімін алып келдім. 11 рет барғанда мен ешқандай тауар да сатқан жоқпын, ештеңе жасаған жоқпын, заводтармен келісіп, тек Қазақстаннан оптовиктер алып жүрдім да. Именно сол сенімді поставщиктердің тізімін сіздерге берем. Сіздер WeChat арқылы олармен келісе аласыздар. Келісуді, сөйлесуді барлығын үйретеміз. Енді ол база поставщиков деген не дейтін жандар болса, ол заводтардың тізімі ғой, былайша айтқанда. Нәскидің заводы, игрушканың заводы, посудың заводы деген сияқты тізімдер. Одан бөлек қазір эфирде жеңілдікпен алған жандарды оптын чатқа қосамыз. Мысалы, біреулер айтады, мен дейтін жасай алмаймын, мен Қытайдан қашан келеді, мен заказ беріп күтіп отыра алмаймын. Болмаса қорқам, келмей қалса, сапасыз болып келсе, тағы бір нәрсе деген сияқты. Хотя енді сапалысын үйретеміз, 2 ай қадағалаймыз деп атсақ та, иә. Ондай уақытта оптын чатта бізде Алматыда складта тұрған тауарларды оптын бір штук болса да сата аласыздар. Яғни, мысалы, мен көбіне примерге келтірем, паровой утюг деп алайық, иә? Паровой утюг оптын чатта 7,5 болса, розница 17 мыңға сатылып жатыр. Сіздер сол бір утюг сатып ақ, 10 мың теңге үйіңізде отырып ақша таба аласыз. Атырауда отырасызда, біздің менеджерларға айтасыздар. Маған Семейге заказ түсті деп 7500 салып жібересіз. Біздің Алматыдағы менеджерлар сіздің заказыңызды Семейге салып жібереді. Ал 10 мың теңге сіздің қалтаңызда қалады пайда болып. Осындай ешқандай рисксіз, ешқандай вложениесіз бизнес бастауды, оңай кәсіп бастауды үйрететін курс. Осының бағасы 35 мың, ал қазір алсаңыздар сол 15 мың теңгеге алып үлгересіздер. Одан бөлеген мынандай дүние болады қазір. Мен ештеңе сата алмаймын, мен қолымнан келмейді, мен сөйлей алмаймын, айта алмаймын дейтін жандар болады да. Хотя енді тауар тұр Алматыда, сатшы десең, сондай жандарға арнап 50 сату техникасын беремін, яғни сатуды үйретемін. Қалай сатам деген жандарға бір емес 50 түрлі сату техникасы бар. Ойлаңызшы, күнделікті хотя бы бір техниканы қолдансаңыз да бір тауар сатып отыра аласыз. Күнделікті 5-10 мың теңге былайша айтқанда қалтаңызда болатын болады. Ешқандай вложение салмай-ақ. Қанша завод номері болады дейді. Әзірге біздер база поставщиктің 100-ін шығардық. Ол 100-нің ішінде игрушка, посуда, коляска, енді әртүрлі тауарлар бар да. Олардың ішінде әртүрлі заводтар бар. Иншаллах алдағы уақытта тағы да толықтыратын боламыз. Мен қазір айта алмай тұрмын да 100 штук, 50 штук депші, себебі алдағы уақытта толықтырам. Қазір мен сіздерге 50 деп айтып қойып, ертең 100 салып қойсам, мә 50 деп айтып едіңіз, біз білмей қалдық қой 100 болатын деп айтуы мүмкін да. Болмаса 100 деп айтып қойып, 99 салып қойсам, 100 деп айтқан едіңіз ғой деуі де мүмкін. Сол себепті қыздар, база поставщиков әзірге 100 штук салдық, 100 заводты. Одан да толықтырамыз. Бәрі қазір неге постқа сақтап қоямын, мен маған үйге кету керек болып тұр, сіз скенмен кеп тұрып. Бүкіл ақпаратты қайталап жатсын, қазір сақтап қоям, Гүлзоқтың курсын алам дегендерге бүгін 57% жеңілдік болып жатыр. Барлық ақпарат эфирде айтылды. Қазір осы эфирдің астындағы тексттан оқып аласыздар. Еще зарядкам да бітіп жатыр. Болды. Үлгеріңіз сақтап. Сау бол. Қазір сақтап қоямын.